Хантал апай ойынын ойнағым келіп тұр. Ойнаймыз ба? Иә! Ондай болса, мен сендерге Хантал апай ойынын шартымен таныстырайын. Кәне, жайғасамыз. Балалар, менің қолымда міне қоржынның ішінде асықтар бар. Мен асықты ортаға шашамын. Осы асықтың ішінде бір қызыл асық болады. Ол хан деп айтылады. Хан асығы, ал қалғандары талапай деп айтылады. Енді балалар, осы асықты ортаға шашамын. Әркім алдына келген асықты жинап алады. Жинап болған соң, соның ішінен бір асықты хан етіп сайлап алады. Хан етіп сайлап алады. Сол асықты өзіне қалдырады да, қалған асықты анау ойын алаңшасындағы көңге апарып тігіп қоямыз. Ойын бастаймыз содан соң. Жарай ма, балалар? Ойын шарты түсінікті ме? Иә! Онда балалар бастаймыз. Талапай, талапай, ойын басталды талапай. Таласпаймыз, балалар. Таласпаймыз. Кәне, балалар, бір асықты сақа етіп сайлап аламыз, е? Сайлап алдық па? Онда қалған асықтың бәрін көңге апарып тігеміз. Тездетеміз, балалар. Тездетеміз. Мариям, тұра ғой. Мына жерге тұра қойыңдар, қалғандарын кеттім. Кім болды? Орнына тұра қойсын. Орнына тұра қойсын. Алдияр. Юсуф. Келіп, орнына тұра қой. Балдар, енді ойынды бастаймыз, е? Бірінші біз Алдиярға хан асығы сенде екен. Онда Алдияр бастай қой. Бір асық. Орнына тұра қой. Қоржыныңа салып, таға ата қой. Ала қой. Керемет, жарайсың. Керемет. Керемет. Мөлт кетті. Енді, қане? Мен саған бір тапсырма берейін. Асықтың жатыстарын айтып берші маған. Тайқы, аусы, бөксік. Жарайсың. Енді, Мариям, бастай қой. Ой, жарайсың. Асықтың бәрін ала қой. Сол жердегі құлаған асықтың бәрін ала қой. Мариям, анау асықты ала қой. Енді, тағы ата қой. Тағы ата қой. Мөлт кетті. Жарайсың. Мариям, мен саған бір тапсырма берейін. Сиырдан қандай асық алынады? Томпай. Жарайсың. Енді батыр. Жалғастыра қойын. Бір асық ала қой. Жарайсың. Жарайсың. Енді батыр, саған бір тапсырма берейін. Асықтың неше жатысы болады? Тайқы, аусы, бөксік. Неше болды? 4. Жарайсың.
Енді Юсуф ата ғой. Ала ғой. Юсуф саған тапсырма. Асық қай үй жануарларынан алынады? Сиыр, ешкі, қой. Жарайсың. Ала ғой. Мариям айта ғой. Ала ғой. Тиді, ала ғой. Асықты ала ғой. Ала ғой. Енді тағы ат. Мариям ата ғой. Мариям, саған тапсырма. Мариям, тапсырма саған. Маған асық жайлы бір жаттап айтып берші. Саспа таста балақай, асық озды қарақай, шүйемді сақанды, алшы түсті алақай. Жарайсың. Айза, ойын кезегі сенде. Жақыннан атсақ болады балалар, өйткені асықтың азайғанын байқадығы. Айза, сен де бір маған асық жайлы жаттап айтып берші. Осы қойын өткішті, мынау соққа бөктісті, енді қарамынаған анау соққа шөктісті. Жарайсың. Алижан, енді ойын кезегі жақыннан ата ғой. Жақындап ата ғой. Жақынға келе ғой. Ала ғой. Жарайсың. Жақындан ата бер, Али. Жарайсың. Жақындап ата бер. Жақындап ата. Жарайсың. Екі асықты да атып ал. Жақыннан. Енді балалар біздің соңғы екі асығымызды осы күнде ендігі ойынымызға шейін қалдырайды. Өйткені біздің уақытымыз шектеулі. Жарай ма? Ендігі ойын ойнаған кезімізде осы екі асықты күнге тігеміз. Жарай ма? Балалар, енді келіңдер. Асықтарды ортаға қойып санаңдаршы. Неше асық бар екен? Кімге неше асық бар? Ортаға қоямыз. Жарайсың. Жарайсыңдар. Ең көп асықты бізде Алдияр? 10. Мариям? Алдарыңа қойыңдар асықтарыңды. 8. Онда бізде Алдияр, Мариям және Батыр бізде жеңімпаз болды. Енді балалар, бұл ойыны асық бізді неге үйретеді? Ептілікке. Және Енділікке. мергендікке, сондықтан да бұл ойында жеңімпазды барлығымыз құттықтаймыз. Жеңімпаздарды құттықтаймыз. Балалар, мен сендерге барлықтарыңа мынандай сыйлық сыйлағым келіп отыр. Асықтан жасалынған қолғап, мысыр. Осы қолғаптан біреуінен сендерге сыйға тартқым келіп отыр. Алыңдар. Ойынға өте жақсы қатысқандарың үшін сендерге алғысым шексіз. Қолымызға киеміз.